Ажалды жеңген махаббат. Екінші бөлім. Алия ұлы жандостың тірі өлік болып жатқанына шыдай алмай 3 күн деп көз ілмей оянуын күтті. Жүйкесі жұқарып, жандостың екі иығынан ұстап жұлқылай бастады. «Тұра қойшы балам, оян, өзіңе кел, бір ауыз сөз сөйле!» деп айқайлап, жылап жатқан жерінде медбикелер келіп, байғұс ананы тыныштандырмақ болды. Алия сол медбикелердің қолында есінен танып құлап қалды. «Ей Алла, жаратқан ием, асыра айтсам кештім, бірақ сабырдың да шегі бар ғой. Ана байғұс өмір бойы сол ұлы үшін жанын беріп, бәріне шыдап келе жатыр ғой. Өзің жеңілдете көр, ұлының дертіне шипа бере көр». Алия ес-түссіз 2 сағат жатты. Жолдасы Ерболат, яғни жандостың әкесі, әйелінің бұл жатысынан қабырғасы қайысып, қан қысымы көтеріліп кетті. Еркек емес пе? Өз-өзіне шыдам тілеп, әйелі Алияның жанына келіп, маңдайынан сүйіп, «Жаным, енді сен де менің жүрегімді езіп жатып қалдың ба? Олай жатпашы жаным. Әлі-ақ бәрі жақсы болады. Жандос есін жиып өзіне келеді. Және баяғыша бәріміз бірге бақытты жасайтын боламыз», деп бетіне тамшылай жүгірген көз жастарын саусақтарымен сүртіп, Алияның жанында ұзақ отырды. Ол да 3 күннен бері ұйықтамағасын, Алияның төсегіне сүйеніп отырған күйі көзі ілініп кетіпті. Алия көзін ашып қараса, жанында жолдасы отырған күйі ұйықтап қалыпты. Ерболаттың ағарған шаштарын сипалап, «Аллаға шүкір, сіздей өмірлік жолдасымның барына шүкір», деп сыбырланып айтып жатқан кезде, Ерболат оянып, Алияның қолынан ұстап сүйіп, «Өзіңе келдің бе жаным?» деді. Сол күні-ақ Ерболат Алияны үйіне алып кетті. Жандостың жанында үлкен қызы Арайлым қалды. Той тоқтағасын келін шет елге кетіп қалды. Әселдің де тұрмысы бұзылды. Махаббатсыз құрылған отбасы құмнан құрылған сарай секілді желге ұшты. Әсел үйіне қайтып келгеніне 10 шақты күн болғанында, жандостың үйленіп жатқанын естіп, өз бөлмесіне қамалып алып жылап жатты. Көп өтпей, мына жағдайлар болып жатқанын естіген Әсел ештеңкеге қарамай, тікке ауруханаға барды. Арайлым ылғал салфеткамен жандостың қолдарын сүртіп жатыр екен. Әселді көріп дереу таныды. Амандасып болғасын, Әселді жандостың жанында қалдырып, өзі шығып кетті. Әсел қос қолымен жандостың қолынан ұстап, «Жандос, мен келдім. Сен үшін бәрінен кешіп келдім. Мені қабылдай аласың ба? Тұрмыстан қайтқан қызбын. Саған лайық емеспін. Бірақ сені сүйемін. Сенсіз жасай алмаймын. Егер сен өлсең, мен де өлемін. Жоқ, сені қабылдаймын десең, бір белгі бер», деп боз-боран болып жылап тұрған Әселдің көз жастары жандостың бетіне тамшылап жатты. Жандостың саусағы қимылдады. Әсел қуанып, жандосты құшақтап алды. «Енді тезірек оянып, өзіңе кел. Әлі қанша шаруаларымыз бар. Екеуміз үйленеміз. Тойымыз болады. Ақ көйлекті өзің таңдап бересің. Мен сенің галстугыңды өзім таңдап беремін. Тойымызға қай әншіні шақырамыз? Соны ойлап тұр, жарай ма? Ертең және келемін. Сол кезде өзің айтатын бол. Әйтпесе ренжеймін. Білесің ғой, ренжісем сөйлеспей қалатынымды. Сол үшін тезірек өзіңе кел», деп Әсел жандостың маңдайынан сүйіп шығып кетті. Артынша кіріп келген Арайлым жандостың еріндері жыбырлап сөйлеуге тырысып жатқанын көріп, қуаныштан жылап жіберді.
медбикелерді шақырып, бір сәтте бұл өзгерістен қуанысып қалды. Бір апта комада жатқан Жандос, кеш болғанда көздерін ашып, ымдап хабарласатын болды. Тез-тез келіп жанында болған Әселді қуанып, көбірек сөйлесуге әрекет етіп, жанынан бір қадам алыстамады. Жандос жазылып ауруханадан үйіне шығып келді. Жандос пен Әсел өздері аңсағанындай тойларын беріп, бақытқа бөленген екі жас келесі жылы сәбилі болды. Ерболат пен Алияның отбасы ең бақытты отбасына айналып, немерелерінің құшағында шалқып өмір сүрді.